Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге бірінші және үшінші сұрақтарға талдау жасамақшымын. Бүгінгі сабақ бізде 69 сұрақ бар. Бұл тестте соның жартысын қазақ тілінде түсіндіремін, ал қалған жартысын мен сіздерге орыс тілінде түсіндіремін. Если вы вообще не понимаете на казахском языке, тогда я просто вам советую, чтобы вы просто посмотрите видео и просто напишите правильные ответы данных вопросов. А если вы понимаете 20-30, тогда продолжайте слушать, чтобы понять смысл, как мы отвечаем. Первую половину теста я объяснил на казахском языке, а вторую половину на русском языке. Но мы делаем это как отдельные видео. Если вам непонятно это на казахском языке, тогда вы можете посмотреть на русском языке. Но вопросы будут отличаться на казахском и на русском языке, так как тут почти 70 вопросов. И я решил хотя бы половину на казахском объяснить и половину на русском языке. Но вопросы у нас разные, вот поэтому советую вам посмотреть полное видео. Енді біз қазақ тілінде бастайық. Егер де сіз мына орыс тіліндегі нұсқасында қараңыз, себебі сұрақтар әртүрлі болады. Бірінші сұрақтан бастайын. Мен сіздерге қысқа нұсқа түрінде, түсінікті түрде істеймін, себебі видео ұзақ болса сіздерге жалығып кетесіздер. Сондықтан да мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. Ең алдымен видео сабақты қараңыздар. Видео сабақтар ол қай жерде? Сіздерде міне мына топта бірінші, яғни үшінші тақырып деп тұрады. Міне бірінші сабақ зат есім. Осының барлығы бізде бірінші сұрақпен кетеді. Екінші бөлім жаңа сабақ 2020. Сын есім уже бізде не болып кетеді? 6-8 сұрақ болып кетеді. 6 сұрақ деп мына жерде тұр. Сондықтан да сіздерге мына алғашқы, яғни 8-9 видеоны қарасаңыздар, осы бізде зат есімге байланысты сұрақтар. Енді осы міндетті түрде қараңыздар, сосын сіздерге мен шпаргалка жібердім. Ол да бар. Осы шпаргалкамен нені қолданып, супер книжка дегенді, соны қолданып біз бүгін сұрақтарға жауап береміз. Ал енді бастайық. Бұның сіздерге қатысы жоқ. Мынаған барайық. Бірінші сұрақтың жауабы бұл жерде D болады. Не себепті D болады? Себебі фөнічі деп отырғанымыз ол бізде саналмайтын зат есім. Саналмайтын зат есімді мен сіздерге айттым. Неліктен ол саналмайды? Себебі біз фөнічі деген сөзді біз санай алмаймыз. Мынаны мен ыңғайсыздау жерде тұр екен. Ортасына алып қойсам қалай болады екен? Себебі шпаргалка болған кезде ортасында ештеңе болмайды. Сондықтан да мен ортасына қойып қойын. Саналмайтын зат есім, міне фөнічі деген бұл спискте де бар. Фөнічі видеоуроктарда айттым. Саналмайтын зат есімдерді саналатын зат есімдерін айыру үшін оны просто санаңыздар. Жиһаз деп біз айтпаймыз. 3 жиһаз кеше сатып алдым. Мынау әдемі жиһаздар екен деген сияқты қылып біз оны айтпаймыз. Қазақ тілінде де, яғни оны біз санай алмаймыз. Жиһазға бізде стол кіреді, орындық кіреді, диван кіреді. Біз осы орындық, диван, кроват дегендерді санай аламыз. Бір диван, екі диван деп, екі орындық. Но бірақ жиһаз деген соның жалпы атауы. Келесі екінші сұрақ. Carl's English is better than it was. She's made. Да, кішкене көрінбейді, бұл жерде енді кішкене көрінбейді. Бірақ сонда да мен сіздерге түсіндіріп кетейін, мына жақтағы көрінбейтін болса да, бұл жерде мағынасына байланысты. Карла ол өте, оның ағылшынша менің ағылшынымнан жақсырақ, ол үлкен, яғни прогресс жасады деген сөз ғой, мынау прогресс деген сөз. Но прогресс дегенімізді бұл бізде саналмайды. 10 прогресс, 5 прогресс деп біз айтпаймыз. Оны сіздер просто қалай қараңыздар. Бұның ішінде енді оның бәрі жоқ, сөздердің барлығы. Просто өздеріңіз анау видеорокты қараңыздар. Сол кезде мен оның барлығын нақты түсіндіріп беріп кеткен болатынмын. Енді прогресс саналмайды бұл жерде бізде. Қарайық енді. Many, осыны көбісі маған сұрақ қылып қойды. Осы тест барысында мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. Міне, countable деп отырғанымыз ол саналатын зат есімдер. Uncountable ол саналмайтын зат есімдер. Екеуімен де қолданылатын сөздер мыналар. A few деген бірнеше деген саналатынмен қолданылады, ал a little аз деген саналмайтынмен қолданылады. Not many саналатынмен, not much саналмайтынмен. Сол сияқты a couple of саналатынмен, a bit of саналмайтынмен. Several саналатынмен, how many, how much. Болды, осыған қараймыз. Енді біз мынаған қарайық. Бізде прогресс саналмайды. A few айттық, саналатынмен қолданылады дедік. Many ол тоже саналатынмен қолданылады, міне көріп тұрық. Енді мына жерде no деп біз айта алмаймыз. Себебі мына жерде айтып тұр, оның ағылшынша менікінен жақсырақ деп. Енді ол прогресс жасаған жоқ деп айтпаймыз ғой. Ол үлкен прогресс жасады. Much деген болады. Дұрыс жауабы D. Енді үшінші сұрақ, бұл possessive s.
possessive s жөнінде мен сіздерге өте көп түсіндірдім. Бұл possessive s жөнінде сұрақтарда бізде өте көп. Міне бізде possessive s-ке байланысты сұрақтар. Егер де жекеше түрде болатын болса, просто жаттап алыңыздар. S апостроф, кішкене белгі, содан кейін S қоямыз. Ал көпше түрде болатын болса, S, одан кейін апостроф қоямыз. Мына 4 сөз бар, өзі сабақтарда түсіндірдім. Бұл 4 сөзден кейін апострофты S-ті қоясыз. Ол children, man, жекеше түрде, көпшесі де бірдей. Қалғандары енді көп кездесе бермейді, но бірақ бірінші разборда мен айтқан болатынмын. Мына сұрақты қарап жіберейік. My parent, parent деген ата-ана деген сөз. Сондықтан ата-ананың біреуі бұл. Қайсы екенін білмейміз, белгісіз екі ата-ана, соның біреуі. My parents. Бұл жерде біз parents ата-ананың екеуі бірдей болғандықтан біз жекеше түрде тұр, апостроф, потом s қоямыз. C мен D бізде кетеді. Сосын мына жаққа бараймыз. Мынау менің ағамның үйі деген кезде енді апостроф жоқ, ағалар үйі болып қалады. Мынау ағамның үйі деп айту керек. Brother's house. Апостроф s бұл ілік септігінің жалғауы бізде. Ның, кімнің, ненің деген. Мүмкін ілік септігінің емес шығар, бірақ енді кім, ның деген сұраққа жауап береді. Brothers, апостроф және s. Сондықтан дұрыс жауап бізде B болады. Енді мен бұның барлығын бұлай белгілемей ақ қояйын, соңында оның барлығы шығады, негізі дұрыс болып. Сондықтан мына уақыт кішкене кетеді, мен сұрақтарды талдап өтіп кетейін, сонда бәрі дұрыс болады, оның барлығы қорықпай қойыңыздар. Бас, бұны енді өте оңай, басыз ES жалғаймыз. Неге ES жалғаймыз? Видеорокты қарасаңыздар болады. Давайте мен күрделі сұрақтарды ғана талқылап өтейін. Өздеріңіз білесіздер, оны мынаны видеорокта нақты түсіндіріп кеткен болатынмын. I have to cut my. Have to деген жаттай беріңіздер, бұл должен деген сөз. Мен бүгін шашымды қиюым керек. Шаш деген, опять, бір шаш, екі шаш, кеше мен 5 шашымды алып келдім деп айта алмаймыз. Сондықтан да шаш ол саналмайтын зат есім. Қалай саналады, саналмайды, мына видеороктарда қарайтын болсаңыздар, мен сіздерге нақты бәрін түсіндіріп кеткем. Еще сол жерде кішкене разборда болған кейбір сұрақтарға біз мына сабақтарда толығырақ разбор жасап жатырмыз сұрақтардың барлығына. Сондықтан мен бәрінде S тұр, сонда дұрыс жауабы D болады. Үшінші сұрақ, I have met. Мен енді мына ұл деген сөз. Енді мына жерде екі адам тұр. Мына ұл бір бала, мына екеуінің де баласы. Бұлған байланысты біз тоже міне апостроф S-ті қарадық. Көбінесе мына үшеуі бойынша келеді сұрақтар, но бірақ мына 4, 5, 6, 7-ді жаттаған дұрыс. Кешіріңіздер. Мына егерде бір нәрсе екі адамға тиісті болатын болса, мысалға Эльф пен Петровтың романы, онда біз апострофты ең соңғы зат есімнен кейін қоямыз. Оны сабақтарда да айтып кеттім. Ал егер бір мысалға кітап екеуіне де тиесілі болатын болса, онда екеуіне, яғни әрқайсына жеке-жеке тиісті болатын болса, әрқайсына жеке-жеке. Біріншісіне де апостроф S қоямыз, екіншісіне де апостроф S қоямыз. Ал егер бір нәрсе екеуінің ортақ нәрсесі болатын болса, онда соңғы зат есімде апостроф S қоямыз. Сондықтан да бұл жерде мына ол екеуінің де ортақ нәрсе. Мынау болмайды, бізде мына екеуі болмайды. Себебі мынаның отдельный ұлы, мынаның отдельный ұлы болмайды. Екеуінің бір ұлы тапқан. Сондықтан marry and dance болады. Дұрыс жауабы бізде B болып табылады. Бізде дұрыс жауабы B болып табылады. Аха. B мен D-дің айырмашылығы, мына егер мына ұл мынаған тиесілі, мынаған дәнға және мәріға екеуіне екі бөлек тиесілі болатын болса, әрқайсысы жеке-жеке, но бірақ енді ұл екеуінің ортақ ұлы ғой. Сондықтан да бұл да дұрыс жауабы D болады. Келесі сұраққа көшейік. Енді I'd like to take. Балалар деген сөз өте оңай сөз. Бұл зат есімнің көпше түріне байланысты сұрақ. Зат есімнің көпше түрінде балалар дегенді сіздер білесіздер. Бұл жаттап алатын зат есім, child, children. Сондықтан дұрыс жауабы бізде болады екен, D болады, қалғанның барлығы келмейді. Келесі, бұл енді сөйлемнің мағыналық жағына сұрақ. Could you buy a? Яғни біз бұндай сөздер жаттап алу керек. Мысалға бұл уровень оқитын кітаптарда бар. Маған нанның бір көмеш дейді, мына батыс жақта бір көмеш нан дейді. Булка хлеба деген орыс тілінде. Енді бұл жерде кішкене, бірақ біз сіздерге
ана 1000 сөзді жаттауға бергенбіз, содан кейін 2000 сөз, ертең 3000 сөзді тапсырасыздар сіздер. Булка деген сөз соның ішінде бар негізі. Мына слайс дегендай кусочек, несі, бокс деген коробка, бар деген это плитка шоколада, допустим, slice of banana, кусочек бананы, коробка шоколада, а это булка хлеба. Дұрыс жауабы A болады. Бұл сұрақ негізі мына жерде тұрған шығар, наверное, қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Бұл, наверное, бұл сұрақтың жауабын мына жерден білулеріңіз керек. Егер де бұл сұрақ осы жерде болса, сөз бұл жерде жоқ екен, мына ES-ке анайтын. Бірақ алғашқы 2000 сөздің ішінде ол сөз бар. Енді мына өте оңай, бұның дұрыс жауабы бізде C болады, менің анамның апасы. Жекеше түрде апостроф және S, қалғандары келмейді. Келесі сұраққа көшейік. Кейбір оңай сұрақтарды енді көп оған уақыт құртудың қажеті жоқ. Дұрыс емес түрін жаттаңыздар дейді. Дұрыс емес деген бізде білесіздер, көпше түріне айналдырғанда кейбіреулерін сіздерге жаттап алу керек. Оның негізгілері міне мына 12-сі тұрған. Loaf деген міне буханка деген міне тұр екен ғой. Бәсе осы кітапта болған сөз. Себебі ол өте көп қолданылатын сөз, ережеге кететін. Кейбір зат есімдері бар, міне ол сіздерге байланысты, яғни бірінші, үшінші сұрақта қалай айналады. Осының нерегулярный, яғни зат есімдер дейді ғой. Соны біз қарайтын болсақ, бұның ішінде бізде майс болады, міне маус, майс. Дұрыс жауабы D. Енді мына жерде екінші сұрақ қиын болуы мүмкін, түсіндіріп жіберейін. Қан дейді, blood деген қан, бұны білулеріңіз керек. Қан санала ма, саналмай ма, соны біліп алуымыз керек. Бір қан, екі қан, үш қан айта алмаймыз. Саналмайтын зат есімнің ережелерін қараңыздар видеоуроктарды. Сондықтан C атпадайды, A деп тұр, мынау A деген көпшеті, сондықтан бұл кетеді. Дұрыс жауабы A болады. Those are. Енді аяқ киімдер деп тұр. Аяқ киімдер болғандықтан ол бірнеше адамға тиесілі. Сондықтан да біз алдыңғы не көпше түрде болу керек. Baby апострофына C мен D жоқ. Ешқайсында апостроф жоқ екен ғой мынаның. Бізде бұлар ана балалардың аяқ киімдері деген мағынада ғой. Baby деген Y-ға бітіп тұр. Y-ға бітетін болса IES-ке айналады. Babies болады. Потом ставим апостроф. Көпше түрде болатын болса, ол соңғы нәрсе бізде, соңғы ереже көпше түрде болатын болса S, потом апостроф қоямыз, міне babies. A болады дұрыс жауабы. Келесі сұрақ бізде мына жаңа қайталанды. I'd like to take the children. Міне осы сұрақты екінші сұрақты менен сұрады. Бүгін I went to the market and bought a lot of. A lot of деген ол саналатынға да, саналмайтынға зат есімге де қолданылады. Бұл сұрақты мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. A lot of ол саналатынға да, саналмайтынға да қолданылады. Қарап жіберетін болсақ, міне тұр. A lot of ол саналмайтынға да, саналатынға да қолданылады. A lot of не болмаса ол көп кейде зат есімде, мына жерге мен lots of деп жазсаңыздар да болады, міне. Так. Редактор дей алмайды екен, міне. A lot of, lots of деп жазсам тұр екен ғой, міне, кешіңіздер. A lot of бұл саналатынға да, саналмайтынға да қолданылады. Енді біз қарауымыз керек. Мына S дұрыс қосылмаған, C-да бізде B қалады және D қалады. Бірақ бізде бұған бір ерекшелік бар. Fruit деген санала ма, саналмай ма, осыны істеуіміз керек. Опять санап көрейік, енді 20 фрукт алып келдім деп айтпаймыз ғой. Фрукт деген ол бізде алма, банананың жалпы атауы. Айттым ғой, обобщать етіңіздер деп, анау видеоуроктарда обобщать ету керек. Ол фруктқа алма кіреді, банан кіреді, тағысын сол сияқтылар, көптеген нәрселер кіреді. Сондықтан да ол фрукт, ол саналмайтын зат есім. Мынаның ішінде бар ма екен бұл сөз? Фрукт жоқ екен, фрукт деген сөз. Но бірақ айттым мен сол сабақты сіздерге айтқан кезде, бұл толық список емес, бірақ сіздерге ана екі не көмектеседі. Санап көріңіздер, или не болмаса не істеп көріңіздер, жалпылап көріңіздер. Ал фрукт деген зат есім ол саналмайды, сондықтан жаттап алыңыздар, сондықтан дұрыс жауап B болады. Бұл кейде ерекшелік болады. Ағылшын тілінде қарастыратын болсаңыздар, осыны жаттап алыңыздар, өзіңізге салып қойыңыздар. Vegetable, ол овощ деген мағына, ол саналады да, қызық. Vegetables. Ал fruit, фрукты, ол саналмайды. Жаттап алыңыздар, өзіңізге қойып қойыңыздар. Сол сияқты балық, мысалға fish, балық. Фиштің жекешесі де көпшесі де бір түр, fish деп айтамыз. Бұны да жазып қойыңыздар, өздеріңізге керек болады.
Келесі сұрақ бұл өткендегі разборда болды. Екеуіне тиесілі нәрсе, мына бөлме екеуіне де тиесілі нәрсе болатын болса, апостроф s қоямыз. Сондықтан дұрыс жауабы D болады. C керек емес, B керек емес. Мынау екеуінің екі бөлмесі болатын болса, онда мынау көпше түрде болушы еді. Сондықтан D болады дұрыс жауабы. Енді мынау бірінші мына сұрақ бір қиындау болып көрінгенмен де бұл сұрақ негізі оңай. Себебі given the political бұл жерде қарайтын болсақ, біз sensitivities y-ға бітетін болса, зат есім егерде y-ға бітетін болса, мысалға қараймыз. Егерде зат есім y-ға бітетін болса, I қосылады және es қосылады. Енді жарайды, sensitivity ол көпше түрде былай қоспаймыз, дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау тоже дұрыс емес. Y sensitivity бұл чувствительность, Y I-ға айналады es, сонда B дұрыс жауап. То же самое companies деп айтатын болсақ, мынау дұрыс емес, қосылған company деп айта алмаймыз. Ешқайсысы дұрыс емес, сонда бізде B болады ғой. Неге мен көпше түрін таңдаймын? Себебі мына жерде have ол көпше түрде қолданылады. Жазып алыңыздар, has ол жекеше түрде. Сондықтан дұрыс жауабы ол бізде B болады. Екінші сұрақ бұл негізі артиклге байланысты сұрақ. Егер түсінбесеңіздер, бұны жай өткізіп жібереміз. Did you hear the noise? The noise уже сен естідің бе шумды дейтін болсақ, уже біз білеміз қандай шум жөнінде әңгіме өтіп жатқан. The дегеніміз ол қандай жағдайда қолданылады? Егер де бір шум жөнінде егер болып ататын болса, яғни бір шум жөнінде егер болып атса, бір нәрсе біз білеміз уже. Егер сұрайтын болсақ, уже ол шумның не екенін білеміз. Сол кезде the-ні қоямыз. Оны келесіде мен айтамын. Міне үшінші сұрақ бұл ерекшелікке байланысты сұрақ. This is my children. Көбісі бұны қате жауап береді. A дұрыс емес, B дұрыс емес. Бізде SS бұндай болмайды. C қалады, либо D қалады. Егер де мында ережеге бағынбайтын зат есімдер өзі төртеу ғана, мен оны тоже сабақта түсіндірдім. Ол төртеуі бізде мынау адамды білдіретіндер. Children, man, women. Бұлардың жекешесінде де, көпшесінде де апостроф, потом s болады. Жекешесінде де, көпшесінде де апостроф s болады. Енді сіздер қараңыздар, апостроф және s. This is my, мына екеуі де дұрыс. Мынау менің баламның комнатасы, либо мынау менің балаларымның комнатасы. Екеуі де дұрыс. Но бірақ енді оны дұрыстау үшін міне соңғы сөйлемге қарауымыз керек. They are happy деп тұр, олар деп тұр. Сондықтан мынау көпше түрде болу керек, дұрыс жауабы D болады. Яғни ережеге бағынбайтын мына төрт сөзді сіздер ніңге жалғайтын болсаңыздар, апостроф тұрады, одан кейін s тұрады. Осы төртеуін жаттап алыңыздар. Жекешесі де, көпшесі де апостроф және s арқылы жасалынады. Ал басқалар жекеше түрде апостроф s болады, көпше түрде s потом апостроф болады. Апостроф деп отырғанымыз мына сызық. Давайте, осымен бізде 18 сұрақ бітті. 35-ке дейін мен қазақ тілінде талдайын. Мынау өте оңай. Ағылшын тіліндегі, яғни тек қана көпше түрде қолданылатын сөздер. Ол бізде списігі бар. Ол списікті сіздерге өткенде комментарийде де жазып жатыр. Тек қана міне осының ішінде trousers деген болмауы да мүмкін. Но бірақ trousers деген ол шалбар. Көбінесе болған сіздерге подсказка парный, яғни предметтер парный деген білеміз ғой, екеуі де бар. Trousers оның екі жағы да бар. Олардың көбісі көпше түрінде жолдар. Мысалға glasses, очки, trousers, түсінікті ғой. Олар парный болып табылады. Shoes, олардың барлығы неде көпше түрде қолданылады. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап бізде C болады. Келесі екінші I'm looking for. Бұл да артиклға байланысты. Бағана мен сіздерге айттым, the деген ол бір айтылған нәрсе болатын болса, оған сабақ болады бізде. Ал бір нәрсені бірінші рет айтатын болсаңыз, n-і не болмаса n-ді қоясыз. Мына жерде қараймыз, бірінші рет сіз айтып жатсыз, мен жұмыс іздеп жүрмін деп. Сол кезде D болады. I'm looking for a job. Is that big house? Енді бұл үшінші сұрақ. Бізде мына шпаргалкаға қатысы жоқ. Мен сіздерге кеше айтқанмын, кейбір қатысты емес сұрақтар бар деп. Яғни, is that big house? Бұл үлкен үй. Олардікі ма? Бұл сіздерде 11-ші және 9-ші және 12-ші сұрақтың арасындағы тақырыпқа байланысты сұрақтар. Соны қарап шығыңыздар 9 мен 12-ші арасындағы. Бұл жерде дұрыс жауап бізде болады, B болады. Бұған толығырақ сол талқылаймыз тағы да
бірақ дұрыс жауап B болады. 9 мен 12-ні қарай беріңіздер. Келесі тағы 3 сұрақ. These students are from different. Дұрыс жауабы A болады. Y-ға бітсе IES болады. This is, опять бірінші рет ескеретін болсақ, біз не істейміз? N қоямыз. To be-ден кейін E мен N кетеді. Пока жаттай беріңіздер, оған отдельный сабақ болады. Nice, егер де дауысты дыбыстар болса, бізде N болады, ал дауыссыз болса E болады. N деп отқанымыз ол дауыссыз, сондықтан D болады. Артикл жәйменде болса жаттай беріңіздер, ертең бізде оған сабақ болады. Келесі сұрақ бізде мынау my father's, менің әкемнің досы. Енді менің әкем жалғыз, егер жекеше түрде болса апостроф және S болады, дұрыс жауабы D болады. Келесі сұрақ in children's. Енді өмір, life дегенді көпше түрге айналдыр деп тұр ғой. Балалардың өмірінде ойын өте маңызды деп. Енді мынау көпше түргенде айналдырғанда V бізге болатын болса, life дегенге V I-ға болатын болса, сіздер тек S-ті қоса қоясыздар оған. Көбісі мынаны бізге айтады, мына FI деп. Но бірақ бізде мына ереже бар, F-қа және FI-ға бітетін. Міне F және FI-ға life, ES life, FI бізде неге бітіп тұр? ES-ға бітеді. Міне life, lives. Дұрыс жауап бізде болады A. Do you have? Енді some мен any'ге байланысты көбінесе сұрақтар қойды, мен осыны сіздерге түсіндіріп жіберейін. Бұл негізі some мен any бұл тақырыптікі емес, мен оны сіздерге орыс тілінде қарап жүрсем, міне мына жерде де тұр екен негізі. Тағы да кішкене қысқаша айтып өтейінші. Any бұл сұраулы сөйлемде және болымсыз, міне мына қарасаңыздар, міне мына минус қойып қойдым, сұрақ қойып қойдым. Any болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлемде қойылады. Ал some ол сұраулы, кешіріңіздер, хабарлы сөйлемде қолданылады. Any болымсызда, сұраулыда. Some ол хабарлы сөйлемде. Но бірақ would, can дегендер болатын болса, сіздер оны сұрақта қолдансаңыздар болады, міндетті түрде. Түсінікті ғой. Яғни біреуде өтініш жасаған кезде, бір нәрсені сұраған кезде would пен can-да көбінесе some-ды қолдансаңыз болады. Енді біз көшейік. Мына жерде айтып тұр. Do you have сұраулы сөйлем? Money ол бізде саналмайды. N деген ол тек қана жекеше түрде саналатын зат есімдерге қолданылады. Естеріңізде болсын, N ол саналатын зат есімдерге қолданылады. Ол жөнінде 4-5 сабақта болады. Money саналмайды, S қоймайды, сондықтан дұрыс жауабы D болады. Енді мынау менің әпкемнің дегенде, мынада қателесіп кетті, оңай сұрақта алғашқы екеуіне дұрыс жауап беріп. Бұл жерде енді бізде болады D болады ғой, менің әпкемнің кітапханасы. Так, келесі сұрақтарға жауап берейік. This көпше түрде, this, мынау 9-12 сұрақта біз оны өттік. This көпше түрде болады, соответственно, келесі көпше түрде болу керек. A отпадайды, D отпадайды. Енді Y-ға бағанда мен айтты, IES болады, дұрыс жауап B болады. Mary has got black. Black деген ол бізде не? Қара деген сөз. Енді шаш саналмайды, C мен D отпадайды, I деп айта аламыз. Mary has got black eye. Но бірақ мына жерде артикл жоқ. Егер де N деген болмаса, онда the деген болмаса, онда мынау бізде не болады? Көпше түрде болады, не болмаса саналмайтын зат есімде тұрады. Ол бізде либо eyes болады, не болмаса hair болады. Дұрыс жауап сонда A болады. Неге? Себебі мына жерде N жоқ. I-ды таңдау үшін қара көз деген бар, но бірақ оны таңдау үшін біз не істеуіміз керек? Мына жерге не болмаса N деп айтуымыз керек. Енді адамды айтқан кезде бізде eyes деп айтамыз ғой, көздері деп. I деп айтпаймыз ғой енді. Бір көзін айтып, екінші көзін айтпаймыз ғой. Сондықтан мына жерде дұрыс жауабы hair болады, шаштары. Себебі шаш саналмайды. Мынау өткенде болды, бізде сұрақ мы, бірақ тағы да бір айтып кетейін. Қыздардың мектебі. Қыздардың мектебі көпше түрде. Көпше түрде болатын болса S, потом апостроф міндетті түрде жаттап алыңыздар. S, міне тұр, апостроф көпше түрде. Дұрыс жауап C, не болмаса A болады. Мынау қыздың мектебі, апостроф S, S апостроф қыздардың мектебі. A және C, екеуінің біреуі. Но мына жерде A school for girls деп тұр. Енді бір ғана мектеп. Сонда дұрыс жауабы A болады. Түсінікті ғой. Бірға A school деп тұр. Мына жерде schools деп тұрса, онда C-ді таңдауға болады дейді. Мына жерде A school for girls деп тұр. Қыздардың мектебі, қыздардың мектептері деп тоже айтпаймыз ғой енді. Сол мәселе жөнінде.
28-29-30 бітті. Енді бір 3 сұрақ, 6 сұрақ таңдап кетейін. Now 5 apples, өте оңай сұрақ. Бұл apples, D, plums, SS қоя қоямыз, D болады. The news. News деген ол бізде саналмайтын зат есім. Бұны біз айттық өткенде де сабақтарда бірінші бетте тұр. News саналмайды. Егер саналмайтын зат есім болатын болса, одан кейінгі не to be is болады. Саналатын болса a болады. A-ның өткен шағы were, is-дің өткен шағы was. Енді мынаған қарайық. The news бұл a жоқ, міне a бар екен, бұл болмайды. A-ның өткен шағы were, бұл да болмайды. Have ол көпше түрде қолданылады. Мынаның бәрі көпшеде ғой, B, C, D. Дұрыс жауабы бізде болады A. Үшінші сұрақ, өткендегі алғашқы разборды қараңыздар. Бұл уақытқа байланысты кезде біз апостроф S-ті қоя аламыз, сондықтан дұрыс жауап болады бізде B болады. Бірінші разборды қарасаңыздар, көбірек айттым ол жөнінде. Енді келесі соңғы үш сұрақ, осыдан кейін мен сіздерге орыс тілінде түсіндіремін. Мына жерде бұл артиклге байланысты сұрақ, сондықтан да біз Dutch деген бұл білесіздер, даттықтар деп айтамыз. Егер біз жалпылай айтқан кезде артикл the-ні қоямыз алдына. C болмайды, A болмайды, Dutchess деп айта алмаймыз, дұрыс жауап D болады. Бұған артиклді айтқан кезде нақтырақ тоқталамыз. Айттым 5-6 сұрақ бар деп, соның біреуі міне осы. What a beautiful day. What көрсеңіздер E. Бұл да артиклге байланысты, но бірақ жаттап алыңыздар. What көрсеңіздер, сосын мындай леп белгісін көрсеңіздер, мына жерде тұрады міндетті түрде, мына жерге жекеше түрде зат есімді қоясыздар. What a beautiful day дейсіз ғой. Қандай тамаша күн деген сөз ғой. Енді айта алмаймыз қандай тамаша тамақ деп. Неге? Себебі тұр бұл жерде. Түсінікті ғой. Tea мен food болмайды, себебі ол мына жерде болмау керек еді. Себебі олар саналмайды. Ол тек саналатын зат есімде қолданылады. Ал мынаны қарайтын болсақ, book айтпаймыз қандай әдемі кітап деп. Бірақ қазақ тілінде айтамыз. Ағылшын тілінде what an interesting book дейміз. Қандай қызықты кітап деп. Келесі соңғы сұрақ, қалғанын орыс тілінде түсіндірейін. He came after. After бір айлық, өткенде каникул деп айттық. Бұны болды, алғашқы разборда қарап жүріңіздер. Бұл сұрақ бір айлық. Бір айлық болатын болса, бір айлық дегенде алдына либо one қоямыз. Бұл жерде C не болмаса D болады. Потом апостроф қоямыз, сосын S қоямыз. Егер 2 айлық болса, онда S, потом апостроф болатын еді. Онда 2 months, S, потом апостроф. Бұл жерде дұрыс жауабы D болады. Осымен мен сіздерге сабақты бітірдім. 36 сұрақты ағылшын тілінде, орыс тілінде қарадым, қазақ тілінде қарадым. Енді қалған 33 сұрақты қазір орыс тілінде талқылаймын. Міндетті түрде ол сабақтарды да қараңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Міндетті түрде тыңдаңыздар, қайтадан жасаңыздар. Осы тестті қайттан жасаңыздар. Осы аудионы тыңдап алғаннан кейін 2-3 күннен кейін